күніне сағат 7:30-нан 5:30-ға дейін жұмыс жасаймыз. Я 10 сағат, оның ішінде 3 уақыт обедіміз. Ал Диас бауырым енді өзің жұмыс жайлы айтып өтсең. Жұмыс жайлы айтатын болсақ, стройкада жұмыс жасаймыз. Мына зданияның полный сыртын стекломен қаптаймыз. Яғни фасад жұмыстары. Фасад жұмыстары Англияда жақсы бағаланады. Күніне сағат 7:30-нан 5:30-ға дейін жұмыс жасаймыз. Я 10 сағат, оның ішінде 3 уақыт обедіміз. Жалпы солай, жұмыс қиын емес. Қалай басқа жұмыскерлермен бірге жұмыс деген қиын емес па? Қазақ деп бұлай шектемей ма сендерді? Жоқ, қазақ деп шектемейді. Мұнда қазақ та бар, өзбек те бар, украин бауырларымыз бар. Бәріміз осында жұмыс жасаймыз. Бастықтарымыз да орысша біледі. Жалпы солай, тілден, неден мәселе жоқ. Қалай енді жұмыстан бұлай көтерілуге бола ма? Мүмкіндік бере ма біздерге қазақтарға? Иә, әрине. Басында лейбер болып жұмысқа тұрсаң, тул салып, жаңағындай инструменттерді сатып алсаң, көтеріле бересің ғой. 5-6 айдың ішінде өзі фиксер болып, айлығың 2 фунт, 3 фунт қоса бересің. Все, бүгін біз Диас бауырмен сұхбаттамыз. Ньюкасл қаласында, керемет қала, көріп тұрғандай жаңбыр жауып тұр. Тұманды Альбион, келіңіздер. Тұманды Альбион. Сол, Диас үстіне сәт. Рахмет. Все, жаса енді.